Бірнеше ай бұрын әлеуметтік желіде баланы көрпемен тұншықтырып, тыныштандырмақ болған тәрбиешінің видеосы тарап кеткен болатын. Ондай қатыгездікке Теміртау қаласындағы Домик жеке меншік бақшасының тәрбиешісі Үміт Пірмаханова барған. 50 жастағы тәрбиешіге қатысты қылмыстық іс қозғалған болатын. Бүгінде осы іске қатысты тергеу аяқталып 5 қараша күні Қарағандыда алғашқы сот талқылауы өтті. Няня, которая снимала это видео, Бұл видеоны түсірген тәрбиеші де сот отырысына қатысты. Ол тек өз баласын түсіргенін, ал мына кадрлар видеоға оқыстан түсіп қалғанын айтты. Ал маған ол видеоны кім жібергенін білмейтінін, өзінің ұялы телефонында өшіп қалғанын жеткізді. Жеке меншік бақшаның бұрынғы қызметкері Қылмыстық Кодекстің 140-шы кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу міндеттерін орындамау бабына сәйкес айыпталды. Заңға сәйкес тәрбиеші белгілі бір көлемде айыппұл төлейді, немесе түзету орнына жіберілетін болады. Алайда зардап шеккен баланың анасы Анна бұл шешіммен келіспейтінін айтады. По нашему мнению, это недостаточно. Біздің ойымызша тәрбиешінің қылмысын дәлелдейтін материал әлі жеткізіліксіз. Соттың шығаруы мүмкін шешімімен келіспейміз. Оны одан да қатаң түрде жазаласа дейміз. Себебі баламыз психологиялық түрде күйзеліске ұшырады. Бұл деген жауыздық қой. Анасының айтуы бойынша баласы осы оқиғадан кейін ауыр психологиялық күйзеліске ұшыраған. Қазіргі таңда баланың әлі сөйлемейтіндігіне байланысты денсаулығына нақты қандай зардап тигенін білу мүмкін болмай отыр. Ата-ана баласының денсаулығының тез арада оңалуы үшін қолынан келгенін жасауда. Анна Баркалаяның айтуынша, айыпталушы тіпті татуласуды ұсынбаған, керісінше өз пікірін білдіріп отырған көрінеді. Возможно, потому что я изначально в самый первый день, как только это все случилось, как я об этом узнала. Олар бізге татуласу сияқты ұсыныспен келмеді. Өйткені мен осы видеоны көре сала, бірден ешқандай келісімге келмеймін. Қайткен күнде қылмыс жасаған адамды жауапқа тарту керек деген шешім қабылдадым. Тіпті жәбірлеуші тараптан ақша ұсынса да қабыл алмаймын. Себебі балам күйзеліске ұшырады. Қазіргі таңда баланың психикалық жағынан жағдайын жақсарту үшін дәрігерлерге көрсетіп жүрмін. Қызым түнде дұрыс ұйықтай алмайды, жылайды. Бойында әлі қорқыныш, үрей бар. Мұндай жағдай қайталанбас үшін мен қайткен күнде ата-ана ретінде әділдікке жетуге тырысамын. Осы жан түршігерлік оқиғадан кейін ата-аналар мұндай жағдайлардың алдын алу үшін барлық балабақшаларға тек білікті мамандарды жұмысқа алу қажеттігін және мекемелерді бақылау камераларымен жабдықтау керегін айтқан. Теміртау қалалық білім беру басқармасының басшысы Есентай Әшім бүгінгі таңда мемлекеттік балабақшаларда 180 бақылау камерасы орнатылғанын және барлығы уақытылы бақылауда екенін жеткізді. Ал жекеменшік балабақшаларда бейнекамера орнатуға заң міндеттемейді. Шешім кәсіпкерлердің өз қалауында.